Бүгін 19 қазан 2025 жыл. Мінекей өзіміздің әкеміздің үйімізде анам ас бергелі жатыр. Туған туыстардың бәрін жинап, бала-шаға жүр. Мінекей бала-шаға мына жақта мінекей келіндер, қыздар, туған туыс. Бауырым отырғызып жатыр дастархан басына. Бауырым. Самира, Эльмира, жеңгелеріміз, құдағи. Қазір кетті мына жаққа. Исқандар қазір ағай жүр. Ана өшіп жатыр, не істейсің? Көп азаматтың істей алмайтын ісін атқарып беріп отырсыз. Сізге көп рахмет. Жасыңыз ұзақ болсын, Алла тағала риза болсын. Сондықтан енді осы қыз болсын, бәрі аман болсын. Өзіңіз аман болыңыз. Үлкен жаңағы шаңырақ болыңыз. Негізі Ажар тәте бәрімізге көп үлгі. Бұл кісінің істеген жаңағы ісі, айтқан сөзі, түрлі естемізді, сонда мен айтамын, Ажар тәтенің көп нәрсесі дұрыс. Мына сіңілерімізге үлгілейді, орыстарымызге де. Ол кісі дұрыс айтады. Біз тойға келеді екенбіз дағы, сол тоймен детемізде кетіп қаламыз. Сонда неге кіріп біз маған амандаспайды деп айтады екен. Ол енді шын дұрыс, мен айтамын, өте дұрыс айтады. Біз сол ойымызда, сол тойға келдік, тезірек асығып, келіп амандасу біздің міндетіміз. Дұрыс айтасыз, оның бәрі өте дұрыс айтасыз. Жаңағы айтатын ақылыңыз бар. Сіз үйдің үлкені, сондықтан сіңілдеріңіз болсын, кім болсын, келіндер болсын, бала-шаға бәріміз сізді тыңдаймыз. Киіп жүрміз. Не бейдім сөйтіп қойын. Ажар тәтенің киген киімі, одан кейін мына салған неше түрлі нелер өзіне қашанда жарасады. Қолыңызға болып жүрсін, мына бір нені қолыңызға тағып жүріңіз. Білесіз, біз білеміз, сіз жақсы көресіз, білесіз, неше түрлі нәрселер. Келесіде алтын Ошақта өскен болсын, айтады. Тура Ажар тәте ұқсайды жаны. Сізге рахмет бақтырыңызға, сізге рахмет көп жасаңыз, мына ниеттеріңіз қабыл болсын. Жаным, рахмет, Құрмаш екеуі, Құрмаш екеуі осы тәтем мен аға сияқты жаңағы ұрпақтарыңды өсіріп, сондай бір үлкен дәрежеге жете беріңдер, үлкен жасқа жете беріңдер. Алла сол балаларыңның рахатын көрсетсін. Рахмет, аз қабыл болсын келген. Жақсы күндерде осы туған туысқандар өстіп, жақсы күндерде жолығуды Алла нәсіп етсін. Рахмет. Кейінгі жастарға үлгі өнеге. Болашақта міне көбіміз білмейміз осындай нәзік үйде беру керек, именно үйден дәм тату керек, үйден әруақтар дәметеді дейді, сол себептен үйден беріп, үйден құран бағыштау керек. Тіпті болмай баратқан жөн. Киіп басына бармасақ та үйде отырып, сенбі жұма күндері құран бағыштап тұру керек.
Тұрдақым деген кісі осы. Тұрдақын атаймыз, атамыз Тұрдақын атамыз. Ана кісі. Мынау Жұмабай, мынау Әбдіраман деген кісі. Абдраман. Әбдіраман деген. Мына кісі кім? Міне мынау Кім деген? Тұрдақын. Мына жерде Тұрдақын. Иә, өзгертіп жіберіпті деп айтты Мына ғой. жерде. Иә, мына әлгі жасатқан кезде өзгертті. Астында кімдер бар? Жұмабай мен. Бана көрсетті. Енді мынау кейінгі. Жұмабай. Жұмабай. Дүние салған кісіге сауабы тисін деген мақсатта берілетін асты Құдай ас деп атайды. Құдай ас атауынан көрініп тұрғандай, Алла тағаланың разылығын алу үшін қайтыс болған адамға арналған ас. Мұндай ас қайтыс болған кісі Алланың рақымы мен кешіріміне бөлену үшін өткізіледі. Қазақстанның барлық аймағында шариғат шеңберінде салт дәстүрімізді ескере отырып, отбасылардың әлеуметтік жағдайына салмақ салмайтын және ысырапқа жол бермейтін Құдай ас беру мәдениетін қалыптастыру және насихаттау. Құдай ас беру ата-бабамыздан келе жатқан халықтық дәстүр. Ислам дінінде жеке жасалған іске қарағанда көпшілікпен бірге атқарылған игі істердің сауабы көбірек болады. Құдай астың негізгі мәні көпшіліктің басын қосып марқұмға Құран бағыштап дұға жасау, Алла тағаланың мейірімін, пайғамбарымыздың шапағатын тілеу, пендешілікпен өткен қателіктер мен күнәлар үшін жаратқанын жарылқау сұрау.